Dostlar, bismillah деп biz 3-cü qavatqa çıxıb gəldik. Zaynab videonu barыңızдар білесіздер. Бар эле ушул жерден үй алсам, өтө ыңгайлуу жер деп үй издеген агайдын достор көп. Ошолорго бөлүшүп койсоңуздар болот. 3-cü кабат угловой эмес, 70-70 серия. Серияда жакшы, этажда жакшы, бүт бардыгы жакшы. Бул негиз бөлмө, конок бөлмө, зал, чоң зал. Сырткы эшик темир эшик бирөөн эшик, киргенде эле сол тарап бул жак ашкана. Газ, свет, суу, отопление бүт бардыгы жакшы. Бұл жағы балкон. Балконда қош үйіріп тұр, соның қып тұр. Бұл жақ болса, мінеке кладовка. Бұл жағында майда шүйделер бар. Бұларды алып шығып кетеді. Терезелер пластик, газ, свет, су, отопление бүт бардыгы жақсы деп айттым. 3 бөлме, 74 квадрат метр, ақшасы $80,000, түші беру жолы бар. Салыштырмалы, арзан. Бұл жақ болса, уктоочу бөлме, 2-ci бөлме. Ремонтқа мұқтаж емес, ремонт сон. Терезелер пластик. Бұл жақтан бүт бардыгы көрініп тұрады. Зайнап видеоға. Бұл жер мешіт, Зайнап видеоға мешітте. Ылдыйға түшкенде, бұл ескі базар, круговойды білесіздер де. Отопление жақшы. Бүт бардыгы жақшы. Ешік болдырдан бері. Бұл жағы болса, әжетқана менен жуынып тұрған шөлме екі башқа. Аристон қойылған, айланызда керек кафелденген, суымыздақ су бар. Сүйетін тамсап ашып қойым бұл жағын. Бұл жағы мінеке, жуынып тұрған бөлме. Демек өте сон, бағасы да жөнді. Сұр, мінеке, бұл жағы 3-cü bölme. Demek bölümler kenen жақсы. Мынау жағында балкондағы бар екен. Бөлішіп қойсаңыздар болады. Аламын деген ақ. Зайнап видеодан 3 бөлме шығып қалды. Райымбеков 5-ci дом, 3-ci этаждан. Мектеп, балабақша, маршруттан такси қатым абдан ыңғайлы. Барыңыздар да білесіздер. Мешіт, Алмасов кафесі. Бұл жерде ескі базар, круговой. Барыңыздар малым болды. Мектеп, балабақшаны айттым. 3-ci этаж ең ходовой.